Құрметті әріптестер, биылғы оқу жылы 25 мамырда аяқталатындығын қатаң ескертемін. Осыған орай, оқу бағдарламаларын жыл бойына табысты меңгерген 3,8 миллионнан астам еліміздің оқушылары келесі сыныптарға көшірілсін. Мектептің 1 мен 10 сынып оқушыларына білімім отаныма тақырыбындағы бірыңғай сынып сағаттарын өткізу 24 мамыр жұма күніне жоспарлансын. Бұл былтырғы жылдың қыркүйек айында енгізілген біртұтас тәрбие бағдарламасы шеңберінде қабылданған жоспарға сәйкес ұйымдастырылуы тиіс. Әріптестеріміздің ұсынысы бойынша елімізде мамыр айында ынтымақ айы айлығын өткізу жоспарланған. Оның аясында Таза Қазақстан, игі істер, каникулда кітап оқиық және тағы басқа шаралар қарастырылған белгілі. Құрметті әріптестер, сонымен қатар еліміздегі 186 мың мектеп бітірушілер үшін биылғы оқу жылының аяқталуына арналған соңғы қоңырау іс-шараларын 25 мамырда өткізуді тапсырамын. Биылғы жылдың түлектері аталған іс-шараны жоғары мәдениеттілікпен, ысырапшылдықсыз, даңғазалықсыз, рухани адамгершілік деңгейінде өткізетіндіктеріне сенімдімін. Бұл болашақ түлектер үшін өнегелі дәстүрге айналған жаңа форматтағы жоғары мәдениетті алғашқы шара болары сөзсіз. Оқу жылын аяқтауды сапалы ұйымдастыру және қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша өңірлік білім басқармаларының басшыларына дербес жауапкершілікті жүктеймін.